Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін глютенсіз диета ұстанатындар үшін таптырмас, керемет дәмді және өте оңай жүгеріні жасалатын нанның рецептімен бөлісемін. Ал сіздер міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар, сонда жаңадан жүктелген видеолардан хабардар болып отырасыздар. Ыңғайлы ыдысқа еріген сары май, қант, сұйық май және бөлме температурасындағы жұмыртқа мен сүтті құямын. Осы жерде бір араластырып алсаңыз болады. Мен рецептте көрсетілген ұнның 90 грамын бидай ұнына алмастырдым. Разрыхлитель жүгері ұнын салып електен өткіземін. Бір келкі етіп жақсылап араластырып, алдын ала турап дайындап қойған финикиларды қосамын. Оның орнына кез келген кепкен құрғақ жемістерді қосуға болады, мысалға мүйіз немесе курага. Егер осының тәттісі жеткілікті десеңіз, қантты да қоспауға болады. Пергамент төсеген формаға орналастырамын және бетін тегістеймін. Менде формам размер үлкен болғандықтан жанына солай жай ғана маш қойып қойдым. Енді осылай алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пешке 20 минутқа жібердім. Ал сіз өзіңіздің пешіңіз бойынша бақылағаныңыз жөн. Ыстық күйінде ысынуға кеңес беремін. Сары маймен өте дәмді болады. Осындай пайдалы, біздің глютенсіз, егер финикидің тәттісі жетсе қант қоспай, қантсыз да жасауға болатын нанымыз дайын. Әдеттегідей каналыма қолдау көрсету үшін лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды күтемін. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.